дін мемлекеттен бөлек, бірақ қоғам мемлекеттен бөлек емес қой. Сондықтан қоғамның ішінде біздің азаматтар жүреді. Азаматтар болғаннан кейін жерден бір құқықтар бар. Әр азамат өз еркіндігінде өзінің ойын, өзінің пікірін, ар-ұжданын сақтай отырып, қандай дінді қабылдайды өз еркінде. Қайырылық деген бұл азаматтардың діни еркіндігі, яғни қандай дінге кірем, қандай көзқараста болған, сол өзінің өз еркінде әр азаматтың. Зайырлы мемлекет ол ешқандай діни көзқарастағы азаматтардың және діни ойларға, пікірлерге, діни бірлестіктердің қызметтеріне ешқандай бөгет жасамайды. Бірақ іштегі болып жатқан қоғамға деген бір қайшы келетін іс-әрекеттері болса ғана соларға нұсқаулық беріп, заң жүзінде нұсқаулық беріп, тыйым салуға мүмкіндігі бар. Зайырлық білім алуға қарсы емес, негізінен әр азамат қандай білім алып келеді, соны алады ғой. Діни білімге деген ешқандай қарсылық жоқ. Өйткені біздің қазір елімізде де нөмірі университеті бар, ертедегі медреселердің бәрін заң жүзінде колледж қойдық қой. Сондықтан бұл жерден қазір колледждардың дипломын алып жатқан азаматтарымыз бар, біздің имамдар, теолог мамандары бар. Және мүбәрак бітіріп келе жатқан азаматтар біздің қазір енді мешіттерде қызмет жасайды. Сол сияқты басқа діннің өкілдері де өздерінің мысалы оқу орындарында оқи алады. Мысалға айтсақ, әкімдіктер қазір мүбәракта оқып жатқан жас азаматтарға, балаларға стипендия төлейді. Жылдық стипендиясын төлеп жатыр. Бұл жерде көптеген көмектер үкімет жағынан көрсетіліп жатыр, беріліп жатыр. Бірақ енді азаматтардың сол оқып, өзінің ойларын бізге елімізге келіп, еліміздің тыныштығын, еліміздің көркеюіне бір көмектері болса деген ойдамыз. Республика бойынша мысалы 18 конфессия болса, соның 12-сі біздің облыста болады. Біздің Ақмола облысында қызмет жасалады. Облыстың енді діни ахуалы тұрақты. Халық дінге деген көзқарастары бәрі жақсы. Дінде жүрген азаматтардың бәрі не ғой? Бір бақытта ғой, ешкімге зияндық жасамау, еліміздің көркеюіне көмек жасау. Барлығы толерантты, барлығы қазір бір қазанда қайнап жатырмыз. Біздің өзі Ақмола облысы Дін істері басқармасының жанында ынтымақ клубы бар. Сол жерге біз барлық діни бірлестіктердің басшыларын шақырып, сол дөңгелек үстел жасап, сол жерде әртүрлі сұрақтарды қарастырамыз.